Балаңыздың болашақта шыңдарға шығып, биік белестерді бағындырғанын қаласаңыз, оған күн сайын мотивациялық сөздер айтып отырыңыз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін күнделікті айту керек мотивациялық сөздермен бөлісетін боламыз. Сенің қолыңнан келеді. Бұл сөзді естіткен бала өзіне сенімді болып, болашақта тауға баратын күшке ие болады. Мен саған сенемін. Өзіне ата-анасы сенгенде, солардың сенімін ақтау үшін барын салатын болады. Сен мықтысың. Мықты екенін бойына сіңіре беріңіз. Мықтылыққа еті үйренсін. Еш қиындыққа қиналмай, қарсы тұра алатын адам болып өссін. Сен ақылдысың. Балаңызға ақылды десеңіз ақылды, ақымақ десеңіз ақымақ болып өседі. Ақылды болғанын қалайсыз ба? Ендеше ақылды екенін айта беріңіз, мақтаңыз. Бұл сөздерден бала шабыттанып, қателік жасамауға тырысып бағатын болады. Бастық боласың. Министрім менің, президентім менің, чемпионым менің деген секілді сөздермен еркелетіңіз. Расымен де балаңыз сол биікке шығатын болады. Барлығы өзіңізге байланысты. Құрметті ата-аналар. Әрқашан тек жақсы сөз айтып жүріңіз. Ауыздан шыққан әрбір сөз балаңыздың тағдырына әсер етіп кетуі мүмкін. Сөздің құдіреті өте күшті. Тіліңізге сақ болғаныңыз жөн.